ажыраспа. Отбасы құндылығының бірі толыққанды жанұя. Осындай отбасында тәрбиеленген, өскен балалар бақытты. Бірақ бұны кеш түсінетініміз өкінішті. Мен ажырасудың алдын алу ниетінде өз өмірімді баяндағым кеп отыр. Жақында бір таныс келіншек «Алтын босаға» газетіндегі бір оқырман хатын оқып отырып, мен ажырасып кеткеніме қуанып жүрсем, мына әйел өкінем деп жазыпты ғой, деді күліп. Әрине, ол таныс келіншектің күйеуінен көрген азабы мол. Қазіргі заманауи тілмен айтқанда, оның күйеуі тиран болған. Ұрған, соққан, ондай күйеуден құтылғанына кім болса да қуанады. Әйткенмен жап-жақсы күйеуден ажырасып кетіп жатқан әйелдер де жоқ емес. Міне солар арада көп уақыт өтіп ешқандай зәбір көрсетпейтін күйеуінің қадірін біліп өкінеді. Мен де өкінем. Мен кеш тұрмысқа шықтым. Шынымды айтсам, күйеусіз өмір сүруден қорықпадым. Тек баласыз жалғыз өтуден қорықтым. Сондықтан да жасым 37-ге келгенде өзім үшін бір бала туып алуды ойладым. Бірақ қарт анам ағайын туыс не дейді деп кейеді. Ал мен бала үшін әйтеуір біреуге тұрмысқа шыға салғым келмеді. Сонда бір құрбым жуас бір жігітті тап та соған тұрмысқа шық. Мейлі, үйі-жайы еш нәрсесі болмаса да келіс. Беташар өтіп, неке қиылып, жүкті болғанша бірге тұр. Кейін ажырасып кете саласың. Сонда анаң ренжімейді. Ешкім көшеден туып алды демейді деп ақылын айтты. Құрбымның айтқаны ұнады. Мен сияқты жоғары білімді, жұмысы бар, көркі ешкімнен кем емес қызға қарапайым жігіттер ессіз ғашық болып қалады деп ойлаушы едім. Бірақ олардың арасынан үйленем деп айтатын табу оңай болмады. Түріне, жағдайына қарамай, енді сен туа алмайсың-ау, ауылда тұруға келісесің, үйленем. Бұрын ешкіммен тән жақындастығың бармағансың ба? Гинеколог жеңгеме тексертіп алам деп әңгімені көбейтіп қиындатып жіберген жігіт көп болды. Сөйтіп жүргенде жолы болмай жүрген ауылдың қарапайым қара жігітімен таныстым. Әртүрлі жұмыстарды істеп жүрген жігіт, жоғары білімі жоқ. Бірақ сөзі түсу, келбеті де орташа жуас. Өзімен түйдей құрдас, бұрын үйленбеген. Ол менің өткенімді тәпіштеп сұрамады. Үйленем, маған тұрмысқа шық деді. Үшінші кездесуде-ақ. Не баспана жоқ, не көлігі жоқ, бірақ батыл екен. Мендей қызға батылы жетіп ұсыныс айтқанына тәнті болдым. Бірақ мен армандаған күйеу басқа. Алайда уақытым өтіп бара жатыр. Құрбымның ақылын тыңдап, сол жігітпен 4-ші кездесуде кете бардым. Өз келісіммен босағаттадым. Бірақ ағайын туысқа алып кетті деп айттым. Өйткені бәрібір онымен ажырасатын болған соң сырға салу, құда түсу, тәтті шай деп екі жақты әурелеге салып шығындатқым келмеді. Менің арам ойымды ешкім білмеді. Жігіттің жеңгелері неге үйленбей жүр десек, қыз таңдап жүріп қалған екен ғой деп жатты. Қуғыншылары да келді. Қуғыншы болып келген әпкем оңашада өмір бойы жалғыз өте ме деп уайымдаушы едік. Жарайсың, дұрыс қадам, шешеңде қуанып жатыр деді. Олар менің ойымды қандай жоспар бар екенін қайдан білсін. Алайда адамның дегені бола салмайды екен. Мен тұрмысқа шыққан соң 2-3 айда жүкті болам да ажырасып кетем деп ойлаған едім ғой. Бірақ 1,5 жыл өткеннен кейін ғана аяғым ауырлады. Онда да емделіп жүріп әрең жүкті болдым. Құрбым, жүкті болдың ғой, енді жоспарыңды жүзеге асыра бер деп есіме түсірді. Ақмақтық па, әлде сөзге еру ме? Мен сол күннен бастап күйеуіме мінез көрсетіп ажырасуға сылтау іздедім. Қазір ойланып отырсам, құрбымның өзі ажырасып кеткен соң менің де ажырасқанымды қалаған екен ғой. Күйеуім барлық мінезімді шыдады. Бір күні саған тұрмысқа шыққаныма өкінем дедім. Терең күрсінді де. Неге? Менен не жамандық көрдің деді. Шынымды айтсам, аузыма сөз түспеді. Өйткені ол өте қамқор. Демалыс күндері сен демал, бүгін палау күні, мен пісірем деп ас үйде өзі жүреді. Палауды да керемет пісіреді. Жұмыстан кеш келсем өзі тамағын ысытып ішеді. Кейбіреулер сияқты мені күтіп отырмайды. Ешқандай кемшілігі таппаған соң жалақың аз, еш нәрсеге жетпейді. Жұрттың күйеулері
әйелдеріне ай сайын алтын әпереді, сыйлық жасайды. Ал сенің тапқаның азық-түліктен артылмайды дедім. Оның жанды жері сол дипломның жоқтығы. Үндемеді. Бизнес-план жазып жатырмын. Осы көктемде мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грантқа құжаттарымды тапсырам. 5 миллион ұтсам, кәсіп бастаймын. Жоспарларым көп деді. Ал құрбым осы жасқа дейін неге кәсіп ашпапты? Мемлекеттің гранттың беріліп жатқанына біраз жыл болды ғой. Жатып ішердің әңгімесі ғой, ажырасып кет. Кен асықпай өзіңе ұнайтын, жағдайы жасалған әдемі жігіт тауып аласың. Қазір бір баласымен де керемет ер азаматқа тұрмысқа шығып жатқан келіншек көп деді. Ажырастым. Заңды некеге тұрып үлгермеген соң екіге айырылысу қиын болмады. Бірақ ата-енем де, әке-шешем де қатты ренжіді. Шекесі торсықтай ұлды болдым. Анам ауырып төсекке таңылып қалды. Әйтпесе балама қарап берем деген тұғын. Балам 2 жасқа толғанша қатты қиналдым. Қуаты тасып тұрған жас емеспін. Түнімен балаға қараймын деп шаршаймын. Дүкенге жүгіріп барып келе салайын десем, балаға қарайтын адам жоқ. Ал оны өзімнен алып жүру үшін қалың киіндіру керек. Ол да жұмыс. Тіпті душқа шомылып шыққанша балаға қарайтын адам іздеп қиналатынмын. Осы кезде күйеуімнің қадірін түсіндім. Біресе көз ұшымды шақырам, біресе құрбым қарай тұрады. Бірақ бәрібір күнде қасыңда болып, көмектесетін адамның болғанына жетпейді ғой. Күйеуім болғанда ол түнімен өзі ақ балаға қарайтын еді. Тамақ та пісіріп берер еді деп оны сағынатын болдым. Бірақ ол өте намысшыл екен. Немесе көңілі қатты қалған. Мені іздемеді. Телефон нөмірін де ауыстырып тастапты. Баламды кейін балабақшаға беріп, қайтадан жұмысқа шықтым. Ол мектепке барды. Ал мен өз арманымдағы сымбатты жігітті жолықтырмадым. Әрине, көрікті, табыскер азамат көп. Бірақ бәрінің отбасы бар. Ал ажырасқандары үйленуге құлықты емес. Жасырып қайтем, 2-3 ажырасқан еркекпен сезім жарастырдым. Үйленейік деп те айттым, бірақ олар бала шағам өсіп жатыр. 2-ші рет үйленіп жауапкершілік алғым келмейді. Осы өмірім ұнайды. Үйленбеген жас жігіттер де жолықты. Олар алғашыда жақынырақ танысайық, сөзіміз жарасып жатса үйленем дейді. 4-5 ай өткен соң әкем баласы бар келіншекке үйленуіме қарсы. Өзімнен үлкен әрі ажырасқан келіншекке үйленем деген едім, анам жылап қалды. Жүрегім ауырады. Оны уайымдатқым келмейді деп түрлі желеу айтып шыға келеді. Бір-бірімізге еш нәрсені міндетсінбей кездесіп тұрайық деп жүрген нарқасқа 1-2 азамат та бар. Бірақ маған уақытша байланыс қажет емес. Шаршадым. Жаман болса да күнде қасымда болатын шын жанашыр адам керек. Оның үстіне әйел бақыты үшін еркектің көркі маңызды емес екен. Қамқорлығы қажет сияқты. Күйеуім сияқты менің жанымда болатын адам керек. Күйеуім сияқты менің жанымды ешкім түсінбейтінін енді ұқтым. Есіме оқушы кезде оқыған керексіз сұлулық деген мысал келіп түсіп отыр. Сол мысалдағы бұғы сияқты мен де бағымды бағалай алмаппын. Бір бұғы шүлдеген соң бұлаққа еңкейіп су ішіп жатып, өзінің әсем мүйізін көріп шаттанады. Сөйтіп денесінің басқа мүшелеріне де көз салады. Бұғыға аяқтары жіңішке, әрі көріксіз сияқты көрінеді. Сөйтіп тұрғанда арыстан шыға келіп, бұғыны қуа жөнелді. Бұғы қашып бара жатып, әлгінде ғана өзі жақтырмай тұрған аяқтарын құтқарып жатқандығын ойлайды. Бірақ орманда бұғының мүйізі әр бұтаққа бір оратылып кібіріктей бастайды. Сол кезде арыстан оны ұстап алады. Сонда бұғы: мүйіздерім сорым болды, ал жақтырмаған көріксіз санаған аяғым мықты екен деп дұрыс бағалауды білмеген екенмін депті. Мен де дұрыс бағалай алмаппын. Кездейсоқ кездесу болмайды.
Әр кездесу не сынақ не жаза, не тағдыр сыйы. Күйеуім тағдырымның сыйы болғанын кеш ұқтым. Әр нәрсенің қадірін уақытында әрі дұрыс бағалай білген жөн.